аударгандардын көбү Успен ауданына шоғырланған аймақтағы көшті қабылдауда аудан ретінде көш басында тұр. Мұнда солтүстікке көш бағдарламасы басталғалы 1200 отбасы көшіп келген. Солардың бірі Жұмагүл Сүйінбай. Бір жыл бұрын Успенге табан тіреген. Жолдасы екеуі екі баласымен қоныс аударыпты. Мемлекеттен берілетін қолдау қаржыға аудан орталығынан баспан алған. Өзі кәсіппен айналысып жатыр. Шағын тігін шеберханасын ашқан. Ұлттық киімдер тігеді. Кәсібі күн көріске жарап тұр. Жаңғызы өкіметке ауыз ашып жатпадық. Кегел бер қарай өз күшімізге сүйеніп әйтеуір магазин ашып деген сияқты қолөнерімізді жүргізіп, мен өзім сол қолөнерім негізі мына меруерт маржан деп қояды, сол негізі кәсібім. Қазақи тігемін. Пәлендей тасып өкітпесе де өзін өзі айландырып жақсы. Өзіміздің енді қандастарымыз қолдап жатыр. Киімдерді тапсырыс күйінше де тігемін, тігіп те қоямын, халық өзі қалау күйінше алады. Пәлен тік берсең дейді, келеді, тік беремін, даярлап қоямын. Иә, тақия, бөрік, кәзекей деп қоямыз, камзол дейміз. Енді соның бәрін тігемін. Қазақи көйлек, қазақи балалардың осы ұлттық киімдерін бәрін тігемін сол. Жұмагүл ауданнан тігін шеберханасына ыңғайлы орын таппай отыр. Дүкен жанынан қоқтай ғана дәлізді жалғалған. Кішігірім орында тігін машинкаларын қоятын жер жоқ. Сол себепті кейбірін үйден тігуге мәжбүр. Бұл кәсібінің алға жылжуына кедергісін тигізді дейді. Бітті залдың ішінде орын жоқ болғаннан кейін отырмын ғой. Әкімге де неше бардым осы жерде. Бізге бір орын берулеріңіз керек. Біз бизнесімізді жүргізуіміз керек. Ана Қытайдан мен немен әкелдім. Бешбармақтың машинесі дедім. Оған да бір орын беруіңіз керек. Мен біріне бірін қоса алмаймын. Ол қосылмайды ғой енді бұған енді. Десек, ой болады, аз шыдаңыздар дейді. Міне шыдап келе жатырмыз. Мен келдім, келгеннен кейін бір 20 күннен кейін шығып кеттім. Үйде отырмадым. Өз кәсібімді істей берейін. Ол жақта да істеп жүрген кәсібім болғаннан кейін. Ал бұл жерде ешқандай орын жоқ, қолдау жоқ бізді. Біз ана центрде отырдым. Ол магазиннің бір дүкеннің ішінде отырдым. Ол кезде де маған бір келіп жатқан адам жоқ. Сен қайдан келдің, қайдан тұрдың, қайдан ашасың деп жатқан адам жоқ. Мен жерге де келгелі 4 ай болды. Бұл жерде де өздеріңнен басқа бір пендені көргеніміз жоқ. Жұмагүл бұл кәсібінен бөлек дәмхана ашуды да ойластырған, алайда ондай бизнеске қаражат жоқ. Жобасын ұсынып әкімдікке бармақшы. Мақсаты грант алып, кәсібін дөңгелету. Қазір отырған мына арт жағықта, мына артқы неменеде үлкен мына кәпе ашатындай бір орын бар. Соған кәпе ашпақшымын, соған грант алмақшымын. 5 миллион грантқа қатынаспақшымын. Осындай ойымыз бар. Үлкен сайқан ашсам, қасап ашсам деген ойым бар енді. Сол бірталай бизнесті ойлап тұрмын. Мәселе соған енді өкімет қолдаса, сол бірталай бизнесті тағы да ұсақ-түйек бизнестерім бар жүргізем деген. Соның бәріне өкімет қолдаса, соның бәрін істесем деп тұрмын. Бізге қолдау қатты қажет болып тұр. Успен ауданына келіп жатқан қазақтардың көпшілігі Қытайдан келген қандастар. Оларға мал шаруашылығымен айналысу оңайырақ. Алайда мал басын көбейтуге көбі несие ала алмаған. Осы мәселе шешілсе деген тілегінде жеткізді. Грант алу үшін әзір не дейді өкімет? Біз малға бермейміз дейді екен. Сонда малға бермесе келген қазақтардың бәрі Биттай ауданда не кәсіп істейді? Ауылда не кәсіп істейді? Бұл жерде не кәсіп бар? Бұл жерде зауыт болмаса, басқадай кәсіп болмаса, астық айдамаса, астық айдау үшін бұл жерде техника қажет екен. Оның бәрінде қайсы халықта техника бар әзір. Ешқайсында ондай техника мындай істейтіндей жоқ әзір. Істей алмайды. Тіпті бір жерден бір жерге келіп, сол жерге үйлесудің өзі оңай емес. Біздің қазақтың, келіп жатқан қазақтардың қолынан осындай енді ұсақ-түйек осындай бір бизнестермен айланады. Мәселе ол бизнестің бәрі де бұл жерде аз қой енді ауданда, бұл жерде жан саны аз болғаннан кейін ол бизнес бұл жерде жақсы толықтай жүріп кете алмайды. Сондық үшін олар малмен айланысу керек. Ал малмен айланысу үшін әзір өкіметтің беретін гранты, өкіметтің беретін мына кредиті бәрін малға бермейміз, біз кәсіпке береміз, мындай бизнеске береміз дейді. Сонда халық не кәсіп істей алады, не бизнес істей алады бұл жерде? Әкімдіктегілер грант саны шектеулі екенін айтады. Оның өзі мал өсіруге емес, басқа бизнес көзіне беріледі екен. Бұл жерде кімнің бизнес идеясы жақсы, кімнің бизнес идеясы, бизнес планы ұқыпты, таңдалған, соған байланысты. Кім қалай этаппен дайындалған деп айтсақ та болады. Өз бизнес идеяңызды қалай дайындағансыз, комиссия алдында қалай да өз бизнес идеяңызды қалай қорғадыңыз, сіз қандай өнім шығармақсыз, мысалы комиссия қасында, комиссия мүшелері ортасында сіз өз өніміңізді қалай ол кісілерге жеткізіп бердіңіз, презентация жасадыңыз. Яғни бұл жерде мынау кісілерге деген бөлу деген не жоқ.
Жұмагүлдің жолдасы Бақытжан Әмірұлы аудандық аурухананың отын жағат. Жасы 60-қа келсе де бала шағаның қамы үшін бұл жұмыста ауырсынбаған. Мына жерге келдік, орналастырды, өкіметке айналайын, қазақ еліне айтып, кіргізді, істеп жатырмыз. Өз отанына істеген адам жұмыс ауырды десек те болмайды. Болады, жан бағысы, еңбек ақымыз толық беріп жатыр. Ешқып саясаты жақсы болсын өкіметтің. Саясат жақсы болса, халық та жақсы, өкімет те жақсы. Дамимыз, шыны керек сөздің. Өз тілінде сөйлесінші, басқаны қойшы. Өз тілінде, өз ұрпағымыз, өз қазақи дінін оқысын. Дін деген жақсы. Жігіт ағасы қанша ауыр жұмыс істеп жатса да мойымаған, өзін елдің патриоты санайды. Ата мекенге алғаш келген кезін айтып, көзіне жас алды. Анау үрімжіге бардық. Ана көктемді көргенде жылап кеттік. Шыны керек. Бізді өстіп жеттік, алда жеткіздік дедік. Шыны керек. Қуанып келдік елімізге. Өз отаның деген жақсы. Оның қадіріне жету керек. Саясат жақсы болу керек. Бақытжан Әмірұлы айналдырған бір жыл ішінде бұл жерге үйреніп қалғанын айтады. Тек орыс тілін білмейтіндігі ғана кедергі болған. Десе де көрші қолаң арқылы аудармашы тауып күнін көріп келеді. Өзгеріс қонар, ең толқынында жобасы.